Неге 3 күн айттау керек? Терең мағынасы сені таң қалдырады. Құрбан айт мұсылман үшін ең ұлы мейрамдардың бірі. Бірақ көп адам бір нәрсені түсінбей жатады. Неге айт бір күн емес, 3 күн тойланады? Бұл жай ғана дәстүр ме, әлде оның астарында терең даналық бар ма? Шын мәнінде құрбан айттың 3 күнге созылуы Алланың үлкен рақымы мен даналығының белгісі. Бірінші себеп мүмкіндік беру. Барлық адам бірдей емес. Біреу бос, біреу жұмыста. Біреу дайын, біреу әлі үлгермеген. Сондықтан исламда құрбан шалу уақыты бір күнмен шектелмеген. Ол 3 күнге дейін жалғасады. Бұл әрбір мұсылманға мүмкіндік. Құрбан шалуға, ниетін дұрыстауға, ғибадатын асықпай орындауға. Алла ешкімге қиындық қаламайды. Керісінше жеңілдік береді. Екінші себеп жақсылықты көбейту. Егер айт тек бір күн болса, көп жақсылық сол күні ғана жасалып, кейін ұмытылып кетер еді. Ал 3 күн болғандықтан адамдар көбірек садақа береді. Көбірек дұға жасайды. Көбірек адамдарға көмектеседі. Яғни, сауап еселенеді. Ойланып көр. Бір күнде жасаған жақсылық пен 3 күн бойы жасаған жақсылықтың айырмашылығы қандай? Әрине, 3 күндік амал әлдеқайда көп. Үшінші себеп адамдарды жақындастыру. Айт тек жеке ғибадат емес. Бұл қоғамды біріктіретін мейрам. 3 күн ішінде туыстарға барасың, достармен кездесің, ренжіскендер татуласады. Егер тек бір күн болса, бәріне үлгеру мүмкін емес еді. Ал 3 күн әр адаммен байланыс орнатуға мүмкіндік. Төртінші себеп жүректі жұмсарту. Қазіргі заманда адамдар қатал болып бара жатыр. Уақыт жоқ, көңіл жоқ, мейірім азайған. Ал айт жүректі жұмсартатын уақыт. 3 күн бойы кешірім сұрайсың, кешіресің, жылы сөз айтасың. Бұл жүректі өзгертеді. Кейде бір ғана кешірім жылдар бойы жиналған ренішті жояды. Бесінші себеп рухани жаңару. Айт тек сыртқы мереке емес. Бұл ішкі өзгеріс. 3 күн ішінде адам өз-өзіне есеп береді. Қателіктерін түсінеді. Жаңа өмір бастауға ниет етеді. Бұл үлкен мүмкіндік. Алтыншы себеп шүкіршілік. Біз күнде өмір сүріп жатырмыз, бірақ соның қадірін әрдайым сезіне бермейміз. Айт сол нығметтерге шүкір айту уақыты. 3 күн бойы тамақ бар, отбасың жанында, денсаулық бар. Осының бәріне алғыс айтасың. Жетінші себеп Алланы еске алу. Айт күндері зікір, дұға, тәубе уақыты. Бұл күндер адам көбірек дұға жасайды. Алладан сұрайды. Күнәларына кешірім тілейді. Ал ең маңыздысы жүрек Аллаға жақындайды. Сегізінші себеп сауап жинау. Айт, сауап жинайтын ерекше мүмкіндік. 3 күн ішінде бір жақсылық сауап, бір көмек сауап, бір күлімсіреу сауап. Кішкентай амалдың өзі үлкен нәтиже береді. Қорытынды. Құрбан айттың 3 күн болуы кездейсоқ емес. Бұл үлкен даналық. Мүмкіндік беру үшін, жақсылықты көбейту үшін, адамдарды жақындастыру үшін, жүректі өзгерту үшін, сауапты арттыру үшін. Бұл 3 күн жай мереке емес, бұл тағдырды өзгерте алатын уақыт. Сондықтан бұл күндерді бос өткізбейік. Әр сәтін пайдалы өткізейік. Бәлкім осы 3 күнде жасаған бір дұғаң, бір жақсылығың сенің бүкіл өміріңді өзгертер. Алла баршамыздың жасаған амалдарымызды қабыл етсін. Айт күндері берекеге, тыныштыққа толы болсын. Отбасымыз аман, жүрегіміз тыныш болсын. Осындай пайдалы, жүрекке жететін контент үшін тіркеліп, жақындарымен бөлісуді ұмытпа.